Картина сырғалым деп аталады. Қараңыздаршы, құрақ көрпеге ұқсайтын түрлі түсті бөлшектер қыз тағдырының әр кезеңін бейнелеп тұрғандай. Әрі автор сырғалымның барған жеріне құрақтың бір бөлігі секілді үйлесім тауып сіңіп кеткенін қалап тұрғандай. Картинаға ұзақ қарап тұра берсек түрлі ойға жетелеуі мүмкін. Біз бүгін Көктөбе галереясына келіп жеттік. Өйткені Дәуренбек Бекназаров өзінің құбылыс атты жеке көрмесін ұсынып отыр. Ендеше ең алдымен көрмені бір шолып шығайық. Көрмеде 90-ға жуық жұмыс қойылған. Кескіндеме, графика және аралас техникада орындалған бұл туындылар соңғы 4 жылда дүниеге келген екен. Бір сұхбатыңызда түсіңізде көрген бейнелердің эскизін өңіңізде салып шығамын деген екенсіз. Ондай картиналар осы көрмеде ілінулі тұр ма негізі аға? Әрине, мен сурет жайлы, мен өмірім сол суретке арналған екен, сурет жайлы түс көрем. Әртүрлі тақырыптар болады оның ішінде. Соны мысалы түн жарымда тұрып, жаңа қағаз бетіне түсіруге үлгеруім керек. Ал егер соны мен кейінге қалдыратын болсам, ол сол әсер менде болмай қалады. Соған байланысты мен жаңағы көп біршама картиналарым, осы жердегі картиналарым сол өзімнің түсіме кірген жаңағы тақырыптар. Соның ішінде айтатын болсақ, мына жерде қасына барайық, онда. Мына жерде Ботай Қырақ деген жұмыс жылқының құлағынан басып ұстаған қазақтың жаңағы бір бейнесі мына жерде сол түсімде қалай енген сол бір әсерді мына жерде картинада бейнеледім. Енді Ботай өзіміздің қазақ жері, қазақ даласында. Одан кейін бұның источник дейміз ғой, жаңа түпкі тамыры, сонау сақ дәуіріндегі алтын адамның киіміндегі жылқылар, аңдық стильдер, стилизовать етіп, мен өзім жаңағыдай осы заманға сай қылып, құбылдырып, осындай бір дүние жасап шықтым. Оның стилін нақты бір ауқымға, белгілі форматқа кіріктіру қиын. Себебі Дәуреннің суреттерінде бірнеше бағыттар қамтылып отырады. Оның ішінде абстракционизм, кубизм, футуризм, кей кезде сюрреализм және пуантализм деген стильдердің біріктіре отырып жасайды. Кескіндемеде біз реалистік, декоративтік мәнерді көреміз, яғни әртүрлі бір сәндік элементтерге құралған. Сонымен қатар мынау құлаққап киген адамдардың сериясынан біз минималистік мәнерді көреміз. Ал графикалық жұмыстарының көбінде күрделі сынған формаларға, күрделі қарқынды динамикалы композицияға құрылған үлгілерді байқаймыз. Бұл жерде біз акрилді, әртүрлі қарандашты, қаламышты араластырып жасаған аралас техниканы да байқаймыз. Қазір оқып тұрмын, мына бір картинаңыздың атауы «Жеті қазынаның бірі» деп аталады екен. Біз картинаға қараған сәтте қиялымызға ерік беріп, өзімізше түсінуге тырысамыз ғой. Енді мына картина туралы автордың өзінен сұрап көрейік. Мына қасиетті жеті қазынаның бұл жерде бірі ғана бейнеленген, оның ішінде тазы құмай итіміз. Мысалы, жеті қазынаның біз қадіріне жетіп жүрміз ба деген сияқты ғой. Кезінде ата-бабаларымыз айтып атады, әйтеуір бір елді бір тазы ит баққан деп ше. Сол итке, тазы итке, мысалы, қазір біздің ұлттық кодымыздың бірі болып барады ғой, мысалы, осы тазы ит. Үйден шыққан кезде ит жатады ғой. Соның бір үстінен қараған ракурстағы жасалған жаңа жұмыс. Жалпы бұл жерде синтезді авангард әрі современный заманауи графикаға жақындап жасаған дүние. Дәуренбек
ол ойшыл суретші. Яғни ол өз суреттері арқылы адамдарды, яғни көрермендерді ойға шақырады, ойлануға, мәдениет туралы, қоғам туралы, қазіргі актуалды тақырыптарды ойлануға шақырады өз суреттері арқылы. Мысалы, пандемия кезіндегі адамзаттың басына түскен нәубетті жылдарды ол адамзатқа шабуыл және де медбикелер атты графикалық аралас техникада орындалған жұмыстарында көрсететін болса, жаңағы тарихқа қатысты тақырыптарды да кескіндемеде графикада да қарастырады. Ал өткен тарихпен, тарихи тамырымызбен сабақтастықты үзбеу мәселелерін осы құлаққап киген адамдар сериясы арқылы талқылауға тырысады. Афишада осы картина бейнеленгенде жалпы көрменің қақ төрінде орналасуы да бекер емес секілді. Кез келген адамның бір ішкі жан дүниесімен бір сырласа қойсаң, әртүрлі оның жаңағы проблема дейтін бол, мысалы сондай проблемалар болады. Соған байланысты енді қазіргі замандағы әр адамның басындағы мынау бір жақсылық болуы мүмкін, бір қиыншылық болуы мүмкін. Соны мен осылай бір өзімнің ойымша бір бейнеледім. Мен өзім қоғамдағы көріп жүрген көптеген тақырыптарды қозғағым келеді. Мына жерде көріп отырсаңыздар, Вейпери Гло деген жұмыс бар мысалы. Болмаса дерт деген жұмыс бар. Өгейдің зорлығы деген жұмыстар болды мысалы. Ол да қазіргі осы қоғамдағы болып жатқан қиын мәселелер. Өзімде кей кезде шошимын мысалы қиын мәселелерді көтеруге. Бірақ сонымен қатар позитивті де жұмыстарға жаңағыдай көңіл бөліп, өйткені ана ауыр дүниелер өзіңнің тағдырыңа да айналуы да мүмкін деп мен ойлаймын да. Сол себепті кей кезде олардан қашуға тырысамын. Одан кейін жаңа саятшылық, жеті қазынаның бірі, сырласу деген сияқты сондай тақырыптарға барам. Одан кейін мен қазақтың ұлттық кодын іздегім келеді мысалы. Ол қай жерде екен мен білмеймін, бірақ ол тылсым дүние шығар мүмкін. Болашақта оны ары қарап жалғастырам деген ниетте. Автордың жұмыстары нақты бейне мен абстракция шекарасында тепе-теңдік сақтап, көрерменді өткен мен бүгінді саралауға шақырады. Бұл көрме бір ай уақытқа ұйымдастырылған құбылыс көрмесі алда әлі талай қызықты кездесулерге арқау болмақ. Көрмеге жиналған қауым өзі үшін кем дегенде бір ой түйіп қайтады деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.